Ассаламуалейкум, құрметті достар. Біз CapCut сабағын қайтадан жалғастырамыз. Бүгін біз мынау кездегі пункттар туралы өтейік. Міне автоматически разделение длинных видео, потом переводчик видео бар. Переводчик видеоға енді кейін тоқталамыз. Қалғандардың барлығын қысқаша түсіндіріп өтейік. Мысалы, ең бірінші разделение видео кірейік. Міне басасыз. Осы пунктқа кіргеннен кейін так сәл қатып отыр кішкене. Мына кезде мынандай бір ұзын видеоны бұлар қысқандай шортс қылып береді. Осы кез келген видеоны таңдайсыз. Оны қатып отыр. Рабочий столға барайық. Міне осы 31 минут. Осы видеоны алсақ, 31 минуттық видеоны. Осы видеоны қысқартасыз, конверттен басасыз, және видео қысқартылады. Керек десеңіз, бұл бізге жазу болады. Дайын жазу тұрады. Так, сосын да таңдайсыз. Автоматтық түрде 60 секунд. Енді видео ұзақ болса оған байланысты енді. Бұл енді видеом ұзақ қысқасы байланысты. Конверттен басамыз, өзі кетеді міне. Қазір көрейік қандай видео жасап берген. Обычно бұл 4 бөлік қылып бөліп береді. Негізі видео ұзақ болса, одан да 8 видео ма жалай істеп береді, шатаспасам. Күтеміз. 40%, 43% кетті. Так, достар, міне бір ғана видео істепті, өйткені видеоның өзі қысқа негізі. Бұны бұландай шортс форматына қылып жасап беріпті. Негізі видео 16:9 форматынан түсірген еді, бірақ бізге шортс қылып жасап беріпті. Видео, бірақ қана видео, себебі видеоның өзі ұзақтығы сол 32-31 ғана секунд болады. Сондықтан солай қысқа болып тұр. Жарай, жақсы, артқа кетейік. Ары қарай переводчик видео. Переводчикқа видео көру үшін сізде қазақ тілін бұл әзірше қолдамайды. Бір орысша сөйлеген видео бұл керек. Орысша сөйлеген видеоңызды мына басасыз, мына өзге орысша сөйлеген видеоңыз плюс басасыз, сол кезде келесі видео қылып ағылшынша қылып аударып береді. Мен өзі алдында эксперимент жасап көрдім же. Жасайды екен негізі. Бірақ сөздер қалады. Преобразование текста в речь деген бар. Тоже жақсы функция мен. Әдемі жақсы. Мына кезде әзірше жаңағы қазақ тілі ондай нелер жоқ. Көбінесе шетел тілдер ғана. Бізге енді тілдерді ауыстыратын мүмкіндік туса, да жақсы болады. Әзір тек қана сау. Әзірше ағылшын тілдер ғана. Россия шапты міне. Ресей тілдері пайда болыпты міне. Ресей тілдерді таңдауға болады екен. Қазақ тілі функциясы пайда болған кезде сіздерге қазақ тілімен жасатып көрсетемін. Әзірше. Мына өзде қалай қысқаша сөйлеген, өзде текст қоясыз, вставить деген жерге. Сосын осылардың біреуін таңдайсыз, мысалы, мен өзіме тоже избранный жерге қойып қойдым міне. Таңдайсыз, сосын генератор басасыз, текст қылып шығарып береді, аудио қылып шығарып береді сізге. Дыбыстағанда. Мына сцена диалогым деген, бір адамды роботты сөйлетіп қоясыз ғой, бір қысқа видео қылып, ассаламуалейкум, менің каналыма қош келдіңіз деген сатты бір деген жас қоясыз, бітті. И модель деген жаңағыдай модель создавать ету, модель құрастыру. И видео деген бұл тоже әдемі нәрсе. Жаңағыдай жасанды интеллектпен жаңағы қазір неше түрлі видео жасатады ғой, көресіздер ғой, шортстар. Сондай жасайтын түрі ғой. Осы TikTok-тың өзінде, TikTok-тың CapCut-тың өзінде де пайда болды бұл нұсқасы. Только Pro версиясында бар ғой. Ол версияны сатып алу үшін ол осы версияны нету үшін сатып алу керек, конечно. Өзім сатып алдым.
дәл солай и изображение бар, тоже бір қандай картинкалар жасауға болады, өзіңізге ұнайтын. Создать проект кірейікші, сосын одан тағы да бір нелерді көрсетейін сізге. Мысалы, жаңағы видеолардың біруін алайық, қайсы. Видеоны алайық да лақтырайық. Бұл кеше айтқан сақтан цветтермен жұмыс істейік деген сияқты, сол цветтермен жұмыс істейік. 16.9 қойып, өзі 16.9 түсірген видео дейміз. Ешқандай өзгертіп қажет жоқ. Так, мына көзе, фильтрге, кеше сол бір видео қолданам дедім ғой. Фильтр алайық. Сосын богатство цвета көрейік. О, міне. Осы жерден нағыз анықтап көруге болады міне түстерді. Анық көрініп тұр бәрі, әдемі. Так, ары қарай мына жерде, мына көзі міне, из обрезка деген бар. Яғни осыны бассаңыз, не дейді? Лучшие моменты из ваших видео. То есть, ең күшті екен моменттерді өзі қиып береді екен. Но бірақ енді, мына видеода керемет момент, күшті момент жоқ, жай ғана нені түсірдім былай, табиғатты болды. Ада ұзақ видеоңыз болса, 1 минуттық, 5 минуттық мысалы, соның ішінен қысқа қып, әдемі қып видео жасауға болады. Мен өткенде айтқанмын, мына жақ функция бітіргеннен кейін келесі мына жақ функцияға көшеміз деп, мына жақ функцияларының тоже қысқа айтып өтейік. Міне бірінші видео тұр, міне үстінде, одан кейін звук деген бар. Звук кіресін, мысалы звук ноктасы болады, қосқы болады. Затемнение, осветление басынан ақырын пайда болатын, ақырын өшетін жасау болады. Одан кейін переводчик видео, жаңағыдай мен айтқандай улучшение качества бар. Мен шум, короче, сақтап болған нәрселер бәрі осыншыда тоже бар. Скорость білесіздер енді, видеоны тез жүргізу, болмаса ақырын жүргізу, анимация бар жаңағы, видеоның пайда болуы. Корректировка бар түсті. Жаңағы мына жақтан фильтрға ұқсайды только, бірақ онда өзің жаңағындай. Мына өзі тұрғы корректировка, дәл сондай корректировка болады, дәл өзің жасайсың. Әрі қарай астындағы міне основные деген жазу тұр. Бұл енді видеоның өзі, мысалы, масштабын өзгертесің ба, положение, сосын түсін өзгертесің ба, автосмена соотношение өзгертесің ба, барлығы соңға түсті. Одан кейін удалить фон. Видеоның ішінде, мысалы, какой-то бір кадр адам болатын болса, болмаса бір зат болатын болса, сол затын өзің қалдырып, ар жағынан фонды өшіріп тастауға болады. Маска бар енді. Масканы тоже мынадай видео қолданамайсың енді, андай күшті бір адамдар бар болатын видео болса, сол кезде осы масканы көрсетуге болады. Атақ маска дегеніміз жаңағы қию ғой. Добавить етесің, именно өзен бір жерлерін қиып тастайсың. Ретуш деген нәрсе. Бұла мені қолданбаймын негізі. Адамдар бар жерде жаңағы түрін өзгерту, әдемілік қолдану деген сияқты нәрселер. Осы нәрсенің барлығын біз практикада аларыста жасаймыз енді. Болашақта видео жасатқанда, өзімде видео істегенде бір жолат жаңа камераға түсіріп сіздерге көрсетуге тырысамыз. Так сабақ осы